Ерекше кері байланыс іздесеңіз, видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен көрсетілген сайтқа кіріп, регистрация жасаймыз. Өзіңіздің қалауыңызға қарай тілді ауыстырып алуға болады. Содан кейін оң жақ бөліктегі создать слайд деген бөлімді басып, сабағыңыздың тақырыбын жаза аласыз. Жаңадан бөлім ашылады, оның ішінде әртүрлі нұсқалар болады. Солардың ішіндегі тек үшеуін ғана таңдап аламыз. Біріншісі өзін-өзі бағалау бөлімі. Видеода көрсетілгендей сұрақта жазасыздар, одан кейін оқушы сабақ бойынша өзін-өзі бағалайды. Бірден 10-ға дейінгі балды көрсеткішті қоя аласыз, немесе өзіңіздің бағалау жүйеңізге ауыстыруға болады. Екінші бөлім бұл оқу мақсаты. Сабақ бойынша қол жеткізген оқу мақсатын жаза аласыз. Бұдан бөлек өзіңіз қалаған сұрақтарды да қосуға болады. Оқушылар бір уақытта бірнеше нұсқаны таңдай алады. Видеода көрсетілгендей өздеріңіз қалаған жауап нұсқаларын осы жерге қалдырсаңыз болады. Үшіншісі сұрақ және оқушы тарапынан берілетін жауап. Оған мысал ретінде сабақтан алған әсерлер туралы сұрақ қалдырсаңыздар болады. Сол сұраққа сәйкес бала сабақта оған не қызықты болды, немесе не нәрсені түсінбей қалды, қандай да бір қиындықтар болды ма, осы жерге қалдырады. Осы қадамдарды видеода көрсетілгенде рет-ретімен басып отырасыз. Оқушылар QR-код арқылы кіріп, сабақ бойынша қорытынды жасайды. Ал QR-кодты өздеріңіз алдын ала жүктеп алып балаларға беріп қойсаңыздар болады.